Айболат тамады деген енді осы 5 жылдан бері келе жатырған біздің мейрамханадан мен жиі көріп тұратынмын. Иә, бәріміз бірге коллективпіз былай қарағанда. Мен бүгін Айболат болғанда өте қатты қуанып кеттім. Айболат бар жерде шам бар, Айболат бар жерде көңіл күй бар, Айболат бар жерде тойың деген на высоте. Сізге құда бола, өте әдемі көтердіңіз. Мына кісі приз. Еще видеоға түсіріп жүр. Рахмет, енді доп береміз. Екі қолға ұстайсың ол допты. Оя, Замира күшті қыз екен. Сіз қай жақтан қызсыз? Атыраудан. Атыраудан бәсе. Шеркешпін. Бір ұруын сұрады ма сен? Жақшансың. Шеркеш. Қол соқпай, молодец. Рахмет. Молодец. Замира сен... Мектеп отыр қоқырға. Замира сіз орыс мектебін бітірдіңіз ба? Бәсе, сол біліп тұр ғой. Шеркешпін дейді ғой. Шеркештер қайда? Жоқ, өзің таңдайсың. Әділбек сен той. Әділбек сен ешкім ренжімейді. Құда болған шығарсаң шығарып. Соған келгенде халық шешсін деп қалдың ғой. Күн шығатын біз түсің, ең өйтіп подсказкамен істемейміз. Таза бол, Әділбек. Бәрі әділдікпен жүреді ғой. Ешкім электрик болған жоқ, білесің бе? Ешкім тоққа түсуді оңай емес, білесің бе? Шынайы шығар, өйтіп істеме, Әділбек. Халық шешсін деме, мә, берейін. Түсінер ғой, ұлысың ғой. Түсінер ғой. Айтпай қойын, приз бере қойын. Құда балам мен, Марияға. Осы әйгерім биылдан қалмайды осы. Неге әйгерім деп еді? Шықты ғой әйгерім. Келесі кезекте құрмет қошеметпен Венера! Венера 3-4 жыл бар әлі саған. Мына жүрісіңе қарағанда сен асықпайын түсің ғой. Әлі сен мектеп оқиды сияқты сонда? 4-ші класста оқымайсың ба Венерасын? Құттай қыз екен, көлінті аузым аз бұзатты. Келесі кезекте құрмет қошеметпен Амангүл қарындасымыз. Міне. Рахмет. Амангүлдің бейі мақаттың жігіттері қайда? Мен келдім міне яққа деп қалдым. Өзім өте қатты риза болдым. Осы өлеңді оқып атқан кезде Ибрахим маған айтып еді, мен қайнапам өлең арнап жатыр ғой, осы приз берші деп. Осы бір шумақ өлеңмен осы призді сізге берейін тұрмын ғой. Ибрахим шығарды осы өлеңді. О, қайнапа, мә. Ибрахим шығарған ғой осы өлеңді. Әттең қызыл туылмады елі. Әттең қызыл туылмады. Әттең өмір-ай. Күнде таңертең сайын сүйіп тұр ананың несі. Мама, сізде маңдайыңызды тұрып деп. Бекболат деп шақырған. Мен бұны не үшін көрсетіп жатырмын? Құрметті, жаңадан осы достық болмаса қара шаңырақта 300 адамның басын құрап той жасар едіңіз, дұрыс па? Той жасар еді, бірақ енді бүгін осында ешкімнен қалу кем қойып едім. Өзімнің тойында өзім бір билейтін бар. Аны дым қинамайын, тек орнына отырғанға дейін билеп барсаң, көрейік, төрт ай бойы не үйрендіңіз, қандай сабақ көріп деген сияқты ғой. Бір айқайлап тұрып қол соғайықшы, шапалақ қайда, айқайлап тұрып қол соғайықшы. Анамыздың бауырлары қайда, біздің ағайындар қайда.
сөз ішіне керек. Осы тұр мына қыздарға қарап тұр ма? Билегенде бас. Бүйтіп қарағаннан байқап қалдым, осы жердегі қыздарға қарап. Кім бар? Шоя, әулеттің үлкендері ұқсап отыр ғой төртеу. Жоқ, оны бөлек шақырамын ғой төртеу. Тек тамақ жей бересіңдер ме? Тамақ жеу үшін келесіңдер ме? Әдемі көйлек киіп келдіңдер. Есіңдерді айта қойшы. Ана өте сотқа қарап отыр. Әйгерім кел, әйгерім сізге. Кел. Шақ! Бір емес дегенміз. Ал. Қош келдіңіздер. Осы. Сіздерге приз берейік деген ниет қой. Ал, құда бол. Атың кім еді? Асылан енді күшті берейді. Ол сенің апаң болады. Ал, кеттік қос. Жібер. Ал құда бол, есіміңіз? Ислам болады. Ислам, сіз бәкеңе кім боласыз? Мен бәкеңе енді екеуміз байланыстыратын нәрсе көп. Сыныптасында, әскерде де бірдеге болдық. Тағы не байланыстырады екеуіңіз? Спорт жолында да бірге болдық. Сосын арамызда махаббат дейсің. Дұрыс. Мына Исаханға риза болды. Мен Бекболатты бәкең деп атқаннан кейін, Бекболат үйленгеннен кейін бүгіннен бастап бәке деп айтуымыз керек. Бекболат деген жоқ енді бәке. Қалайсың, жақсы ма? Исахаңызбен барлық байланыстырады деп жатыр ғой, дұрыс па? Сондай байланыстыра ма? Дұрыс. Тағы не байланыстырады өзіңше? Сол. Басқа араласпаймыз дейсің ғой. Ал Құдашаның есімі? Нәсіп. Нәсіп па? Нәсіп. Сіз біздің Ақнұрға? Группасы. Неше жыл оқыдыңыздар? 4 жыл. Айтпақшы, Исақа, сіз ана бәкең айттың барлық жағы байланыстырады дейсіз. Мына Бекболат жайлы бәрін білесіз ғой? Жалпы бәрін білемін. Мысалы Бекболаттың салмағы неше? Бәрін білсең айтшы. Салмағы қазір өсіп кетті ғой оныкі. Шамамен 65 болып қалар. Келеді. Соны 65-ке келеді, дұрыс салмағы. Бойы неше? Бойы 165. Бойы мет тұрш? 67 сияқты. Жақсы. Міне, салмағы да бойы да бірдей екен. Бәке, қолыңды өтіріп қой. Қол соғып қойыңыздар, молодец. Ал екеуіңізді билетеміз. Енді билетпек тұрсын, мына Бекболаттың өзі шығар деді ғой, екеуіңіз жұғысты болады деді, бір-бірін деп. Ал енді Құдаша сізге ұнады ма? Ұнады. Ойланып айттым ғой. Өмір. Ал Құдаша сізге біздің Исақа қалай? Ал сөйтіп айтшы. Мынандай түсінбеймін. Рахмет. Ал екеуіңіз бір-бірлеріңізге қараңыздар. Өте керемет би. Кеттік. Қол соғамыз. Екеуіңіз. Ана көрмейді ғой музыканы бені. Кім манас билетіп атық біздер. Күшті билетіп мені жастар ғой. Керемет. Сөз жоқ. Құрғақтар қайда? Рахмет. Керім. Жоқ, бұлай қарайым ғой, сіздерге қарайым өте күшті, көңілді отырсыздар, бүйтіп қарап жатам ғой. Мына кісілерге көзім түсіп кетсе бар ғой, өмірден түңіліп кетем ғой. Мен мына жерде неғып жүрмін деймін. Мына кісілер бір-біріне қарсы ба, бір-бірін жақтырмай ма? Осы қой кісі. Жастар деген кішкене не болу керек қой. Мына ал бір приз бер жіберейік ма? Ислам деген бауырыммен. Рахмет. Ана көрмейді ғой мен қасан видеоны. Мына приз Құдаша сізге. Қолыңыз жеңіл болсын. Мына зонтиктің астында екеуің дұрыстап тұрып танысып шахмат ойнаңдар. Сөз тапқанға қолға жоқ дейді мені. Зонтиктің астында танысады. Жай фон қосып қояды ғой. Саған деген сезімнің бірдеңесі осылай болды. Ендеше екеуміз отырып шахмат ойнайық. Рахмет, Ислам. Нәсіп, негізі мына Ислам деген, сіз осы дастор кісі. Естіп атыр. Осы дастордағы ең әдемі жігіт осы Ислам. Дұрыс қой да? Қол соғып қойға болады ғой. Бұл Ислам жақсы жігіт, мен айтайын. Ол өткен оның жақсылығы соншалық. Ол бұрысы Бекболат екеуін 3 нәрсе байланыстырады. Сол жақ болған, не болған деген сияқты ғой, иә? Қалай, жақсы ма? Нормально. Өзгермейді екен кәдімгі. Ал екеуін қол соғып отырғызамыз. Құрмет қошеметтеріңізбен. Ислам, Нәсіп.